Алдарыңызда міне домбыраны ең оңай тәсілмен тарту әдісі. Міне тек қана сандар беріледі: 7, 7, 7. Міне жақсы адамдар мәні, яғни 7 болса барамызда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерден басамыз, сызықтың алдынан, астынан басамыз да мына буынды бірге айтсақ болады. Тірліктен. Міне бір рет тартамыз, бір рет, 2 рет, 3 рет, яғни үшеуі тұр, 3 рет тартамыз. Тірліктен іздеп келеміз пайда. Міне 7-ні сонда 5 рет тартамыз мына жерде. Одан кейін тағы да 7, 8, 7, 5, 3 пайда. Тек қана мына сандарды басып отырамыз. Міне 3 болса 3, 2 болса 2, астынан басамыз. Тек қана осылай сандарды санап отырамыз. Үйренуге өте ыңғайлы. Қараңыздар, сөздерін қосып айтуға болады, айтпауға да болады. Міне тірліктен іздеп келеміз пайда. Үйренуге өте оңай тәсіл. Қол созамыз көп, неге біз айға. Алғашында оңай болу үшін енді бас бармақпен былай тек шертіп тартамыз. Бас бармақпен былай осылай шертіп тартамыз. Қол созамыз көп, неге біз айға. Сандар дайын, күш табатындай 3, 3, 3, 3. Құс қанатындай мейірім қайда, мейірім қайда. Барлығы міне дайын. Қайырмасы, басқа да әндер бар. Қазақ осы әні. Міне мына домбыраның пернесінен санап табасыздар ғой. Алғыс әні бар. Қайырмасы, кездесерміз біз әлі әні. Қайырмасы, неге. Ал құрметті ағайын, осындай міне альбом бар, домбыраны оңай тартуға арналған. Тапсырыс берем десеңіздер, қазпошта арқылы салып жібереміз. Ал баршаңызға сәттілік. Домбыраны өте оңай тәсілмен үйреніп кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік. Бұл оңай тәсіл арқылы сіздер бір күнде тартып кете аласыздар. Үйренуге өте ыңғайлы.